нәтижесіне жетіп шығарайық. Берілген сіздер өздеріңіз кітаптан қарап аларсыздар. Мен арғап шығара берейін, иә. Яғни бізде аралықтар берілген. Аралықтар табу үшін біз бірінші былай жасайық. 4 қосылған 6 бөлеміз 2-ге. Тең болады 4-ке 6-ны қоссақ 10. 10-ды 2-ге бөлеміз 5. Яғни бірінші жағдайда 5-е. Біріншісі. Екіншісі 6 қосылған 8 бөлінген 2 тең болады. 6-ға 8-ді қоссаңыз қанша? Иә, балалар. 14. 14-ге 2-ге бөлеміз 7. Үшінші жағдайда бізде 8 қосылған 10 бөлінген 2 тең болады. 8-ді 10-ға қоссақ 18. 18-ді 2-ге бөлсек қанша болады? Яғни 9-ға тең болады, иә? Сонда енді осы жерден біз x табайық. Так, біз бірінші жағдайда x 4 пен 6-ның аралығы біз 5-ге тең болады. 5 көбейтілген 2 қосылған 7 көбейтілген 3 қосылған 9 көбейтілген 5. Біздің астыңғы мәніміз 5, 5 10-ға тең көлемінде. Сонда мына жерде көбейтіп қосқандағы біздің мәніміз 76-да 10 болады. 76-ны 10-ға бөлген кезде 7,6 шығады. Не балар? Енді x квадратты табайық. Ол бізде 5-дің квадрат көбейтілген 2 қосылған 7-ның квадрат көбейтілген 3 қосылған 9-ның квадраты көбейтілген 5. Бізде көлеміміз 10-ға тең болады. Бізде квадратта көбейтіп қосқандағы теңдігіміз 602 шығады. 602-ні 10-ға бөлгенде 60,2 шығады. Яғни бұл жерде диспергиямыз біздің 60,2-ден минусовать етеміз 7,6-ның квадраты. Ол бізде тең болады 60,2 минус 7,6-ның квадраты бізде 57,176-ға тең болады. Яғни теңдігі бізде 2,144 болады. Сонда салыстырмалы ауытқуымыз біздің сигма 144-те тең болады. Жуық шамамен алғанда 1,156-ға тең болады. Ал балалар арқара шығаратын боламыз. Бізде жаңағыдай алдыңғы шығарған есебімізде тура осылай аралық табылатын боламыз. Аралық табу үшін бізге 1-де 2-ге қосамыз, оны 2-ге бөлеміз. Сонда 1-де 2-ге бөлсек 3-де 2-ге бөлсек 1-де 2-ге қосып 1-де 2-ге қосып 2-ге бөлген кезде бізде 1,5 шығады. Екінші жағдайда 2-ні қосамыз 3-ге, оны 2-ге бөлгенде 5-ті 2-ге бөлсек бізде 2,5 шығады. Үшінші жағдайда 3-ті қосамыз 4-ге, бөлеміз 2-ге. 7-ні 2-ге бөлсек 3,5 шығады. Төртінші жағдайда бізде 4-ті қосамыз 5-ге, бөлеміз 2-ге. Сонда қанша шығады екен? 4,5 шығады екен, иә балалар? Ары қарай біз табайық. 1,5-ті көбейтеміз 10-ға, қосылған 2,5-ті көбейтеміз 15-ге, қосылған 3,5-ті көбейтеміз 20-ға, қосылған 4,5-ті көбейтеміз 5-ге. Так, астында қосындылар бізге қаншаға тең болады екен? 15, 5, 50-ге тең болады екен, балалар, көлеміміз. Сонда мына жерде көбейтіндіні көбейтіп қосқанда біздің мәніміз 145-те 50 болады екен. Тең болады. 145-те 50-ге бөлетін болсақ 2,9. X квадраттағы мән табайық. 1,15-дің квадраты көбейтілген 10, қосылған 2,15 квадраты көбейтілген 15, қосылған 3,15-дің квадраты көбейтілген 20, қосылған 4,15-дің квадраты көбейтілген 5. Так, астында көлеміміз біздің 50-ге тең болады. 50. Мына жерде квадраттап көбейтіп қосқандағы біздің мәніміз 462,5 шығады. Сонда 462,5-ті 50-ге бөлген кезде бізде 9,125 шығады екен, балалар.
Дисперсияны табатын болсақ, 9,25 минус 2,9 квадраты тең болады 9,25 минус 2,9 квадраты бізде 8,41-ге тең. Сонда 9,125-тен 8,141 алатын болсақ, 0,184 шығады. Яғни салыстырмалы ауытқуымыз біздің сигма 0,184 түбірасынан шығарған кезде ол 0,9-ға тең болады балалар. Балалар 425 есепті арқылы жалғастырып жатырмыз. Мына жерде біз 0,130 қалай шығады, яғни 30-ды 100-ге бөлгенде шығады. Мына жерде де тура солай 100-ге бөлгенде, 25-ті 100-ге бөлгенде, 25-ті 100-ге бөлгенде. Енді x табайық. Бұл жерде біздің мәніміз, аралығымыз бізде 15,5 көбейтілген 30 қосылған 18,5 көбейтілген 20 қосылған 21,5 көбейтілген 25 қосылған, мына жерде 24,5 көбейтілген 25 тең. Бұл жерде біздің таңдамалы көлеміміз бізде 100-ге тең болады. Тең. Көбейтіп қосқанда біздің мәніміз шығады 1985 100, яғни бөліндісі бізде 19,185 шығады. Ары қарай x-тің квадратын табайық. Бұл кезде біз 15,5-тің квадраты көбейтілген 30 қосылған 18,5-тің квадраты көбейтілген 20 қосылған 21,5-тің квадраты көбейтілген 25 қосылған 24,5-тің квадраты көбейтілген 25. Таңдамалы көлеміміз біздің 100-ге тең. Мына жерде квадраттап көбейтіп қосқандағы мәніміз бізде 440,615-ге тең. 40,615-ті 100-ге бөлген кезде бізде 406,115 шығады. Енді дисперсияны табатын болсақ, 406,115 минус 19,185-тің квадраты тең болады. 406,15 минус 19,185-тің квадраты ол бізде тең болады 394,0225 шықты. Алған жағдайда бізде 12,1275 шықты. Яғни бұл жерде салыстырмалы ауытқуымыз тең болады 12,1275 тең. Түбірасынан шыққан кезде бұл 3,148 шығады. Оны біз жоқ шамамен 3,5 деп алсақ болады. Ал балалар ары қарай шығарайық. Бізде табайық, x-ті табамыз. Бізде мәндердің барлығы толық бар. Жазайық. 1 көбейтілген 3 қосылған 3 көбейтілген 6 қосылған 5 көбейтілген 8 қосылған 7 көбейтілген 3. Бізде сандар бізде 20-ға тең, көлеміміз тең болады. Яғни көлеміміз бұл мына сан көлемнің қосындысы. 20 үстіндегілер көбейтіп қосқандағы біздің мәніміз 82 шығады. Тең болады 82-ні 20-ға бөлгенде 4,1. X квадраттағы мәнді табайық. 1-дің квадраты көбейтілген 3 қосылған 3-тің квадраты көбейтілген 6 қосылған 5-тің квадраты көбейтілген 8 қосылған 7-дің квадраты көбейтілген 3 бөлінді 20 тең болады. 20 квадраттап қосқандағы мәніміз біздің 404-ге тең болады. Сонда 404-ті 20-ға бөлетін болсақ, 20,2 шығады, балалар. Бұл жерде дисперсияны табатын боламыз. Дисперсиямыз біздің 20,2-ден аламыз. 4,1-дің квадраты тең болады. Ол бізде 3,139-ға тең болады. Сонда
салыстырмалы ауытқуымыз, яғни сигма бұл тең болады 3,39. Түбірасынан шыққан кезде бұл жуық шамамен 1,8 шығады. Ал балалар, біз 4,25-ші есептеуге жалғастыратын боламыз. Бізде барлығы берілген мына жерде. Яғни x табатын боламыз, иә. Так, 17,5-тің көбейтілген 3 қосылған 22,5 көбейтілген 2 қосылған 27,5 көбейтілген 5 қосылған 32,5 көбейтілген 4 қосылған 37,5 көбейтілген 1. Сандардың қосындысы бізге 15-ке тең болады. 15. Мына жерде көбейтіп қосқандағы біздің мәніміз 402,5 тең болады. Сонда 26,8-ге тең болады. X квадрат тең болады бізде 17,5-тің квадраты көбейтілген 3 қосылған 22,5-тің квадраты көбейтілген 2 қосылған 27,5-тің квадраты көбейтілген 5 қосылған 32,5-тің квадраты көбейтілген 4 қосылған 37,5 көбейтілген 1. 37,5-тің квадраты бар. Так, бөлінді де бізде 15 тең болады. 15 көбейткен квадраттап көбейтіп қосқандағы мәніміз біздің 11,343,175 шығады. Тең 11,343,175-ті 15-ке бөлген кезде бізде 756,125 шығады. Яғни осы жерден дисперсияны табатын болсақ, дисперсия бізде 756,125 алынады. 26,18-тің квадраты. Сонда бізде шығады 38,1 шығады. Яғни салыстырмалы ауытқуға бізде сигма тең болады. 38,1 түбірасынан шығады. Бұл жерде жуық мәнмен 6,2. Ал балалар, бізде 4,25-ші есеп осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Келесі жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.